Ассаламу алейкум, hürmetli kitap okuşlar. Қараөзек районы мәлімдеме кітапхана орайында соңғы вақытлары кітап фондында бір қатар жаңа әдебиетлар менен толтырылып келмекте. Мен библиограф сыпатында сіздерге сол әдебиетлар хақында har күні библиографиялық обзор беріп баруға әрекет етемін. Менің қолымда сол әдебиетлардан бірі болған жаһан әдебиеті дұрдамаларынан белгілі америкалық жазушы Теодор Драйзер қалеміне тиесілі болған Америка фаужиясы. Бұл кітап 1925 жылы баспадан шығарылған. Жазушы 20-шы әсірде дәрүтуші жұмысларын алып барған. Сондай-ақ жанр саяси һәм социалдық драма, психологик роман хақында автор ақштағы социалдық теңсіздік, байлық һәм қанбағалдық, әдеп құрамдық машқалары, инсанның ішкі қарама-қарсылықтары хақында сөз етеді. Клайд Гриффитс романның бас қаһарманы. Жарлы семьядан шыққан жас жігіт. Ол байлық һәм социалдық байлыққа ерісуді арман етеді. Клайдтың ішкі қарама-қарсылықтары һәм әдеп қарам таңдаулары романның текарғы темасын құрайды. Ол екі хаял ортасында қалып ақбетінде жинаят істеген шахс сипатында суретленеді. Бүгінгі библиографиялық обзорым ұсынған ібарат ертеңгі күні және сіздерге менен ұшырасқанша қош сау болың. Диққатларыңыз үшін рахмет.